көз, құлақ, мұрын және ауыздың айтысы. Мысал, ойда жоқта адамның көзі, құлағы, мұрны бір келісімге келе алмай айтысып қалады. Мен болмасам адам атаулы өмір сүре алмас еді деп бастайды көз дауын. Асқар биік тауларды, жазық белдерді, көк толқынды көлдерді мен арқылы көреді. Менсіз бәрі қара түнек, қапас тіршілік. Оның несі сән? Сұлулықты, биіктікті, тереңдікті, қашықтықты адам мен арқылы болжайды. Мына сөзге шыдамай кеткен құлақ көзге дүрсе қоя береді. Әй, көз бауырым, мен болмасам адам бұрқана соққан дауылды, көк теңіздің толқығанын, бұлақтың сыңғырлаған сұлу сылдырын, аспанда ұшқан аққудың қанатының сұлуын, тіпті бірінің сөзін бірі естімес еді, дейді ол. Сендер текке дауласады екенсіңдер, дейді мұрын сөзге араласып. Мен болмасам адам атаулы тыныс ала ма? Тұншығып өлмей ме? Таза ауаны, қолқаны қапқан түтінді түйсіне ме? Бәріңдікі бос сөз. Мен болмасам аштан қаларсыңдар. Ащының да, тәттінің де дәмін білмей дал боларсыңдар, дейді ауыз. Олардың айтысын, таласын тыңдай жалыққан ми сол кезде қалғып кеткен екен. Міне ғажап, көз көруден, құлақ естуден, мұрын иіс сезуден, ал ауыз сөйлеуден қалып, олар да еріксіз ұйқыға кетіпті.